Сәлем достар, сіздермен Париматч Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы және бүгін бізде қонақта Спорт Плюс телеарнасының комментаторлары біздің ағаларымыз, бауырларымыз Есей аға, қош келдіңіз, және де Дидар Есемов, қош келдіңіздер. Жігіттер, бүгін жалпы біз көрермендерге арналып айтып жатқан Есей аға, Дидар топ 5 лигасын сөйлесетін боламыз. Бұл жерде енді біз қандай да бір ойынға тоқталмай, жалпы осы бірінші жарты жылдық дейді ғой, осы қыстың нәтижесі бойынша жалпы командалар қалай ойнап жатыр, қазіргі әл-ауқаттары қалай, сол туралы сөйлесетін боламыз. Олай болса көп күттірмей бірден бастайық. Ағылшын премьер лигасынан, әлемдегі топ лига деп айтамыз ғой енді. Жалпы Ағылшын премьер лигасында жағдай қандай болып жатыр? Көптеген командалар қазір өзінің жақсы емес кезеңдерін өткізіп жатыр. Оның бірі енді Дидар, сенен сұрайық. Манчестер Юнайтед, сен Манчестер Юнайтедтің жанкүйерісің. Челсиға да келеміз, менің командама. Бірақ бірінші Манчестер Юнайтедтен бастағым келіп тұр. Өзің жалпы жанкүйер ретінде не болып жатыр? Бұл тек қана алаңдағы әңгіме ме? Тен Хагтың мәселесі ме, немесе басшылықтың ісі ме, сол жағын айтып берсең? Осы дәл бүгін Гарри Невилл, Манчестердің аңыз легендасы, осы біздің қазір әріптесіміз болып жүр ғой, телеканалда эксперт болып. Сол айтты, 2023 жыл Манчестер Юнайтед үшін ең бір позорный жыл деп отыр да. Сосын бүгін дәл осы жақында жүрген жаңалықтар, Джейми Редклифф, сол Ұлыбританияның бір миллиардері 25%-ын сатып алды, болды, ол келісімге келді. Енді ары қарай Ағылшын премьер лигасының одобрениясы керек, бірақ жалпы оның бәрін өтеді деген ақпарат шықты. Сол 2024 жылға енді кішкене бір андай үмітпен қарап отыр Манчестер Юнайтедтің жанкүйерлері. Өйткені негізі Юнайтедтің проблемалары тек қана бапкер емес, тек қана ойыншылары жаман, нашар футбол көрсетіп жүр деген мәселе емес. Осы жалпы структурасы соңғы жылдары сэр Алекс Фергюсон, Дэвид Гилл кеткелі бері осы 10 жылдың ішінде құрып кетті. Өйткені Вудворд болсын, техникалық директор Джон Мерто болсын, солардың бәрінің қазір істеген істерінің бәрі ашылып отыр. Ол неше түрлі слифтар болып жатыр, олар қалай жұмыс істеді, олардікі трансферлік кезеңде сол нақты жоба болған жоқ. Жалпы осы соңғы 10 жылдың ішіндегі план развития болған еместі. Просто бапкер шақырады, ол кімдігі не істегісі келеді. Ол айтады, мынандай футболшылар керек десе, жоқ, біреусін Реал сатып алды, біреусі анаяққа кетіп қалды. Сосын күреспейді. Күреспейді. Қалған біреу екінші, үшінші выбор болған футболшылар тартып сөйтіп жүрді. Осы Тен Хагтың өзі де келген кезде маған Харри Кейн керек деді, бірақ Харри Кейнді сатып ала алмады, ол Баварияға кетіп қалды. Орнына онда екінші вариант Расмус Хойлунд деп Хойлунд алып отыр. Сосын Антониді негізі... Достар, біздің серіктесіміз, әлемдік серіктесіміз Челси футбол клубының осындай керемет толстовкасын жеңіп алғың келе ме? Арнайы Лондоннан келген. Олай болса шарттарымыз әдеттегідей. Біздің каналымызға тіркел, видеоның астына комментарий жаз, және де өзіңнің лайкыңды қойып кет. Және осы арнайы Лондон қаласынан келген толстовка саған бұйыруы мүмкін. Сәттілік достар. Антони Тен Хагтікі дейді ғой, бірақ. Тен Хагтікі, бірақ кезінде Тен Хаг өзі Аякстың бапкері болып жүрген кезде Эмюны уже консультировать етіп бастаған, сол қазір сондай ақпараттар шығып отыр. Ол да андай кәдімгі консультация беріп, мынандай ойыншыларға қараса болады деген кезде Манчестер Юнайтед Антониға көз түсіріп, оны 25-30 миллион фунтқа сатып аламыз деп ойлады. Сосын Аякспен келісімге келмеді. Өйткені Лисандро Мартинезді сатып алып қойып тұр. Аякс екі футболшысын бір клубқа Юнайтедке бере бергісі келмеді. Сол үшін ценникті 90 миллион дегенді қойып қойды. Эмю міндетті түрде мәжбүрленіп қалды, сол ақшаны төлеу деген. Сондай кейстер негізі осы Ричард Арнольд исполнительный директор болып жүрген, сол Вудворд болып жүрген кезеңнің дұрыс емес шешімдерінің жаңағы нелері ғой, последствиялары. Сол үшін Юнайтед осындай дағдарысқа ұшырап отыр. Бірақ Джейми Редклифф келгенде жалпы ол 25%-ын ұстап отса да, бірақ сол спорт түрінде, сол футбол индустриясында алынған шешімдердің бәрі сол Джейми Редклиффтің командасына өтеді деген ақпарат шығып отыр. Глейзерлер тек қана бизнес нелерге влиять етеді деп. Сосын көп үмітпен қарайды, өйткені Джейми Редклифф жалпы спортты жақсы көретін, өзі сондай кісі, спортты білетін. Ниццаның қазір владельці болып жатырсын, швейцариялық Лозанна деген клубта.
бірақ мен бір естігенім бар еді, сол Редклифф Челсидің жанкүйері деп өзі. Ол кезінде анау Челсині сатып алатын кезде сондай слухтар шығып отты. Өйткені енді ол да ағылшын премьер лигасының бір топ клубын ұстап қалайын, бүйтіп қалайын деп кіріп отқан нелер ғой, ойлары. Жалпы енді Редклифф сол Ұлыбританияда екінші орында тұрған, ең бай адамдардың арасында екінші орында тұрған кісі. Ол бір тек қана жаңағы өзінің жанкүйерлік предпочтенияларын емес, басқа да бизнес ретінде қарайды. Есеға, жалпы қараңызшы, мынандай сұрақта жаңағы Дидар айтып отыр ғой, 90 миллионға Антониді алды, Аякс бір екі ойыншысын бір команда сатқаннан деп. Мына жақтан біз қарап отырсақ, Харри Кейнді бір 100 миллионға Баварияға алып кетті ше. Енді уақыт өткеннен кейін біз айта аламыз ғой, ой, Харри Кейнді алған дұрыс болар еді. Бірақ бұл жерде сол жаңағы Манчестер Юнайтедтің техникалық болсын, немесе қандай да спорт директорлерінің болсын, алданып қалғаны деп ойламайсыз ба соны? Мысалға кезінде тағы бір кейс деп айтады, қазір Марина Грановская деген жұмысшысы ғой Челсиде. Ол 100 миллион деп тұрған ойыншыны қырылысып, жұлысып жүріп 60 миллионға алып алатын еді. Келіссөздер жүргізе алатын еді. Және де оның өзінің бір құпиясы бар еді. Оны ешкім білмейді қалай жүргізетін. Сол жерде мысалға 10 миллион қосып Кейнді алған кезде Манчестер басқаша болар ма еді? Әрине басқаша болатын еді. Бұл жерде Дидар дұрыс айтып отыр. Жалпы сэр Алекс Фергюсон кеткеннен кейін команданың жалпы бір мұздай болып тұрған құрылымы бұзылып кетті ғой. Бәрі бір адамның қолында еді. Ол қанша ол спорттық директор болсын, техникалық директор болсын, тіпті глейзерлер басқаруға келсін, бәрібір оның ұстыны негізі сэр Алекс Фергюсон болатын. Өйткені 1984 жылдан бері қарай ұстады. Ол бүкіл бүге-шүгесіне дейін біледі ғой. Ал ол кетті, бүкіл жаңағы сүйенетін нәрсе кеткеннен кейін Вудвортыңыз қалай басқаратынын білмей қалды, басқалар да қалай басқаратынын білмей қалды. Сэр Алекс Фергюсонның бір ғана қабағын қағуынан орнына келіп тұратын нәрсе қазір шашылып түсті ғой, былай айтқан кезде. Оны және мен өзім осы Ральф Рангник сияқты, Тен Хаг сияқты бапкерлер неменеге шақыратынын түсінбеймін. Ол Манчестер Юнайтед, ол АПЛ, ол топ лиганың ең көшбасшысы. Оған сен Аякста қанша табыс қажет, сен бәрібір ол деңгейде емессің ғой сен. Мысалы үшін, иә? Сол философияны алып былай копировать етсе, ол ешқандай да мысалы жаңа Тен Хагтың аты кім еді? Эрик Тен Хаг мысалы алады да, сен дұрыс қатыспай жүрсің деп Джейден Санчоны оп-оңай құрамнан шығара салады, 65 миллионға сатып алған ойыншыны ше, мысалы үшін. Сэр Алекс Фергюсон болса солардың түбіне су құйып жүріп өсіреді ғой, мысалы үшін. Қарасаң, осы сэр Алекс Фергюсон туралы айтып отқанда бір қосымша ақпарат бар. Негізі қазір сол ана инсайттар слив жасап жүр ғой. Сол Джон Мерта спорт директоры болып жүрген кезде Джуд Беллингем Фулхэмда жарды ғой, кәдімгідей жарықтай жанып. Сол Беллингем, қазір Реалдағы Джуд Беллингем. Фулхэм емес пе? Бирмингем ба? Бирмингем. Мүмкін Бирмингем шығар. Әйтеуір сол чемпионшипта өзін көрсетіп, 17 жасар бала бәрін таңғалдырып не істеген кезде Манчестер Юнайтед оны шақырғысы келген. Және өзінің жаңағы Каррингтонға шақырған оны. Біздің базаны көр, сөйт деп. План бойынша сэр Алекс Фергюсон келіп, сол Беллингемді құшақтап, бүйтіп арқасынан бір-екі қағып қойып, жүргізіп, сол жақта көндіріп қоюға сондай планмен келген екен да Фергюсон. Сөйтсе, ана Джон Мерта келіп ап, сол жерде сэр Алекс Фергюсонмен бүйтіп осылай бір дөңгелек үстелге отырып, бір-бірімен амандасып, сосын мейлі сэр, сіз қайта беріңіз, біз ары қарай өзіміз сөйлесіп аламыз деп қойған ғой. Содан кейін Фергюсон Мертаға жаман жынданып, не істеп, ол да бұрылып кетіп қалған. Мейлі менің көмегім керек емес болса, онда өздерің шешіп алыңдар деп. Жаңағы итогын бәріміз білеміз. Беллингем Боруссия Дортмундқа кетті, ол жерде жарық жұлдыз болды да, қазір Реалда ойнап, алтын доптың бір кандидаты болып жүр. Сондай неше түрлі упущениялар болды. Жаңағы мысал үшін сэр Алекс Фергюсон болатын болса, мысал үшін жаңағы Гринвудтың жағдайы, қазіргі Санчоның жағдайы, тіпті қартайған Гигіздің оқиғасы болмас еді. Өйткені бәрін ұстап отырды. Жалпы дисциплина басқа деңгейде. Мынандай ақпарат оқығам, жалпы кезінде Андерсон, Нани, Криштиану Роналду деген бір Манчестер Юнайтедтің бір жас жұлдыздары болды ғой. Солар енді жасыратын түк жоқ қой, біз емес қой, жасап отқан бір 17-18 жеңіл жүрістегі қыздарды өздерінің жаңа гостиницасына шақырған екен, сөйтіп солармен жаңа көңіл көтерген ғой. Оны Фергюсон білген. Бірақ енді бір андай жаңағы Санчо сияқты бір ойыннан алып тастап, немесе Гринвуд сияқты алып тастамағанда сөгіс берген,
штрафын салған, бірақ жігіттер ойындарында ойнаңдар дегенше, енді бұл жерде енді бастысы футбол ғой. Енді әрқайсысының оның арқасынан еріп жүретін, ол сен олардың әкесі емессің. Фергюсон не үшін бәр футболшыларға бір авторитет көрінеді? Өйткені ол андай әділдікпен жасайды да. Кінәң бар ма, футболға несі бар ма, вот осылай деген. Бұл жерде мынандай нәрсе ғой, сол біз айтып отқан Мертоңызда, Вудвордыңызда, тіпті Глейзерлердің өзі бұл жерде басты тұлға болғысы келеді де. Бұл жерде одан кейін келген Хьюзыңызда мысалы, Ван Галда мысалы, Жозе Моуриньода бәрі солардың былай айтқанда әлгі айтқанға жүріп айдағанға көнетін адамы бола алмады да. Мысалы үшін сөйтті де Манчестер Юнайтедтің бүкіл құрылымы бұрылып түсті. Оле Гуннар Сульшердің кезінде, Моуриньоның кезінде бірдекіл табыстарға жетті, бірақ ол Фергюсонның дәуірімен салыстырғанда түк те емес қой. Сондай неше түрлі упущениялар, жаңағы Беллингем туралы айттық, сосын Сульшерді еске түсірсек, сол Холландта ол 16 жасында сатып алса болар еді. Әкелем деген ғой. Мөлді де өзін көріп өскен бір елдің несі, оған жоқ деп қойған сол Мерталар. Сондай нелерге қарасақ, жалпы осы 10 жылдың ішінде істеп жүрген тек қана бапкерлердің емес, бапкерлердің де қатесі бар, оны мойындау керек. Бірақ жалпы сол структурада дұрыс емес жұмыс атқарғанның себебін қазір біз көріп отырмыз ғой. Бірақ мен ойлаймын, Тенхакқа сәл бір андай өзімшілдігін, тәкаппарлығын сәл алу керек сияқты. Кішкене басқа болу керек. Тым көп сенім артылып болған сияқты. Сен бапкерсің, сен жаңағы киім ауыстыратын бөлмедегі бірінші сөз сенде да, бірақ енді бұл жерде бұл коллектив болғаннан кейін әркімнің мінезі әрқалай, әркімнің менталитеті әртүрлі дегенде бір баланс таба білу керек сияқты. Мен бапкермін, басың шауып тастаймын емес. Мысалы Роналду да солай қуып жіберді. Пирс Морган айтқан кезде бәрі күлді, ой мына қуатыр Пирс Морганның Роналдудың фанаты дегендей. Бірақ қазір қарасақ, Хойлунд, Марсиаль, Антони үшеуі АПЛ-да нәтижелі ештеңе жасамаған екен. Роналду ол жасы 30-40-қа келсе де ол бірдеңе жоқ дегенде бір ассист береді ше. Сол үшін енді бұл жерде жалпы қазір сол бапкерлерді негізі коуч демей менеджер деп айтайды ғой. Менеджерлік позицияда ол жерде сен тек қана сол футболдағы тактика, мынау тренировка жасай қоя емес, өзінің астында жүрген футболшылармен қарым-қатынасың дұрыс болу керек, оларды мотивировать ете алу керексің, өсіру керексің. Тенхак байқап қойған сияқты, тек қана андай амбициялары енді өсіп келе жатқан сондай жас футболшылармен ауызбіршілігі бар, бірақ Санчо сияқты капризный біреулер болса, өзін мендігі бар футболшылармен қарым-қатынас выстраивать ете алмайтын бапкер. Түсінікті. Манчестердің жағдайын енді былай айттық деп ойлаймын. Тағы бір осы ағылшын премьер лигасында өз сондай қаралы күндер кешіп жүрген, басына бұлт төніп жүрген, кім көрінгенге ұтылып жүрген тағы бір футбол клуб бар, ол Челси футбол клубы. Сол туралы кішігірім тоқтала кетейік. Жалпы Челси футбол клубы 2023 жылы 19 рет жеңілген екен. Кеше Вулверхэмптоннан жеңіліп, сондай факт қойды. Қатарынан 3 рет па 4 рет па қонақта жеңілген. 4 рет, ондай нәтиже біраз болған болмағанына. Бұл жерге де келетін болсақ, енді менің бір андай өзімнің ойым бар да. Енді Роман Абрамовичтан клубты алып қойды ғой. Әлемде болып жатқан жағдайлардан кейін Роман сәл бір өкпелі болып кетті ма деймін да. Бізде андай қазақта қарғыс деген бар ғой біздің қазақта ше. Андай бір ренжіп кетті, біреу ренжіп кетсе жолың болмай қалады деген ше. Солай алып қойғаннан кейін былай қарап тұрсаң Бойле ақша салмады емес, салып жатыр. Ретсіз салып жатыр, ессіз салып жатыр. Ананта 50-60 миллионға алып жатыр. Рынокты құртып жатыр. Бұл жерде де енді сұрақта қайтадан сол басшылықтың салдары ма Челсидің осындай жүріп жатқаны, әлде мынау алып жатқан ойыншылар бірін-бірімен үйрене салмай, немесе бір жарақаттардың кесірінен осындай нәтиже көрсетеді ма? Бұл да негізі менеджменттің әлсіздігі ғой негізі. Сен жаңа өзің айтып өттің, мысалы кімнің кезінде, Абрамовичтің кезінде бәрі жүйеге қойылған еді. Бәрі жүйеленіп, ретімен трансферлер, мысалы келетін трансфер, кететін трансфер, аренда бәрі ретті болады мысалы. Ал қазір қара, осы Абрамович кеткеннен кейін мысалы команданың құрамы 80% өзгерді. Және Калидо Кулибали сияқты басқа да ойыншылар, мысалы Кай Хаверц, Вернер мысалы екі асып кетсе 3 жыл ойнады да, содан кейін тіпті Калидо Кулибали бір маусымнан кейін мысалы 80-90 миллионға сатып алынған ойыншы
бір маусымнан кейін кетіп қалды. Бұл жалпы топ клубтардың жағдайында мүлде елестетпейтін жағдай. Бірақ қазір Сауди Про лигасында ол ең үздік қорғаушы мысалы болып қайтты. Рюдигер деген ойыншы, мысалы, ол қандай жақсы ойыншы. Ол алды мен бұл командада ойнағым келмейді деп кетіп. Ол енді бұрынғы мысалы Жозе Мourinho кезіндегідей командада мұндай мен ұнамайды деген нәрсе болмайтын еді ғой, мысалы үшін қарап тұрсаңыз. Ал қазір құрамына қарайсың да таң қаласың. Біресе ана Палмер, кім еді? Кол Палмер. Иә, Кол Палмер, сосын Джексон деген ойыншылар. Жап-жақсы көрініш, бірақ шығады да басылып қалады. Шығады да басылып қалады. Сондықтан бұл жерде Челси Почеттино келсе де әлі біраз сол былыққа батып жүреді ау. Және 19 рет жеңіліс деген ол жалпы АПЛ-да бір жылда бір маусымда 38 матч ойнайды. Сонда соның жартысын ұтты. Жоқ, ең көп ұтылған клуб емес па 2023 жылы? Соның жалпы Альмерия топ 5-те алса тағы 4 команда бар. Жоқ, Альмерия дегендер бар, бірақ Челсиде енді олармен салыстырмайсың. Менің ойым, негізі Челсиның көптеген проблемалар осы қазір жинап алған футболшылардың деңгейі топ 4-ке не істеуге жетіспейтін сияқты. Өйткені олар әлі тым жас па, опыт жоқ па, әлде жалпы ойыншылардың характеристикасы сондай ма? Жалпы ойыншы мен үшін жаңағы Джексон деген ол АПЛ-де енді бір ортаңқол командаларда ойнайтын футболшы. Ол бір ошибка. Мудрик сияқты, Мудрикті де мен сразу бүйтіп алысымен, потенциалы жоғары, бірақ ондай футболшылар дағдарыс емес, жалпы өсіп атқан развивающий командаларға барса, олардың потенциалы ашылады да. Ал Челсиде былай да проблемалары көп. Соның үстіне Почеттино еще мен жас футболшыларды алам, солардан жаңа бастайын деп жаңа бастама жасап атқан кезде олар бір дегеннен сразу саған чемпиондыққа таласуға кірісіп кетпейді. Сол үшін мүмкін осы Челсиның ішінде жүріп 1-2 жыл ойнап пісіп сөйтіп не істесе, олар да сол АПЛ-дың жаңағы чемпиондыққа таласу деңгейіне өсетін шығар. Бірақ енді Джексонға күмәнім бар, бірақ Мудрик сияқтылар талант футболшылар бар. Сосын жаңағы кәрі қасқыр емес, ол енді тәжірибесі мол қасқыр деп айтайық, Стерлинг сияқты футболшылар. Олар да Стерлингтің кешегі тірлігін көріп. Кешегі тірлігі енді. Маған бір қызығы сол Стерлингтің моменті бар да, жаңа пас бермей қойып нестеп кететін. Содан кейін бір интервьюсынан үзіндісін береді. Стерлингтен сұрайды, сіз өстіп 2-1 жаңағы неге қақпашыға қарсы шыққан кезде не істейсіз, сізге не ұнайды? Допты өзіңіз тебе салу ма, әлде пас беру ма десе, пас беру дейді ғой. Жоқ, ол жерде қарасаң андай ғой, сол сәтті бүйтіп айта кететін болсақ та, қақпашы түсінікті да, қай аяғын тіреуші аяқ қойып, мына жаққа құлап бара жатқан тура сол жақ ұрады да, тіреуші аяғыны жағына ұрсаң, түсінікті мына оң жағына қақпашының. Жоқ, ол таза ұрады. Мына жақта Палмер мен Джексон жүгіріп келе жатыр, білмеймін. Жоқ, ол жерде ханым қарайып кетті. Ол жерде бір тағы да Стерлингті оправдать ететін бір мәселе бар. Мен ойлаймын, ол жаңағы жастарға әлі толықтай сенімді емес та. Джексонның неше түрлі моменттер болды ғой осы маусымда кіргізе алмады. Кез келген адам соғылған жерде. Жоқ, енді кез келген соғады, бірақ Стерлинг ойлады да. Палмер қазіргі таңда Челсидің ең көп пайда алып келеді. Нәтижелі жасаған ойыншы. 5 гол, 6 пас сондай берген. Бірақ 5 голдың ішінде 4-еуі пенальти. Ол да бір показатель. Негізі Почеттиноға осы Тодд Боули уақыт берем деді ма, уақыт беру керек енді. Беру керек, Бұл жалпы осы проекті хотя бір жыл тиіспей, вот екінші маусымнан спрос жасау керек. Өйткені қазір тура Грэм Поттерді қуып жергенде қуып жерсе, бұл жерден қайтадан былық болады, жаңа бапкер келеді, ол да өзінің ойыншыларын алып бергісі келеді. Ол Почеттиноның орнына келген бапкер бір по щелчку ештеңке ауыстырамайды мына жерде. Сол үшін жалпы енді Челсиның фанаттарына кішкене бір күту керек сияқты. Күтеміз, самал жоқ. Енді тағы бір ағылшын футбол клубын туралы айтқым келіп тұр. Бұл жерде енді біз жаңа айтып отырмыз, Челси осы күнтізбелік маусымда 19 рет ұтылса деп, осы күнтізбелік маусымда алған кезде 2023 жылдағы топ 5 лиганың ішінде 2-ші орында тұрған бір футбол клуб бар. Ол есеяға ашып, әдемі дайындалып отыр екен. Біліп, барлығын мен әңгімені қай жаққа келе жатқаным, Астон Вилла. Унай Эмери. Париж Сен-Жерменде жұмыс жасады, болмады. Арсеналда жұмыс жасады, болмады. Бұл Севильяға барады. Астон Виллаға келген кезде Астон Вилла 14-ші орында ма тұрады, оны көтереді. Қазір 3-ші орында тұр. Бұл Унай Эмеридің сонда қалай бұл? Жалпы Унай Эмерінің харизматикалық тұрғыда андай бір топ клубты басқаруға
не то что деңгейі емес, андай топ клубтарда ерекше қысымда. Манчестер Юнайтедте не үшін Ван Гал, Мауриньо сияқты атақты бапкерлер келеді, солардың өзі қысымға шыдамай кетеді. Өйткені ояқта бір кішігірім әңгіме болса, ол сыртқа шығып да бір маңызды проблема болып қалады. Унай Эмериде сондай, ПСЖ-да болсын, басқа да топ клубтарды, Арсенал басқарған кезде сондай қысымға бір сай емес та, өзі характері бойынша, не бойынша. Ал осындай ортан гол командаларды әкеліп, жалпы ол бапкер ретінде өте жоғары деңгейлі специалист, маман. Сол үшін онымен Вильяреалмен де, Севильямен де, осы Астон Вилламен де осындай қатты амбициялары енді жоғарыламаған клубтардан результат бере алады. Ол бір себеп. Екінші себеп, Астон Вилланы біз вау, сюрприз деп айта алмаймыз. Астон Вилланы Лестермен теңестіре алмаймыз. Өйткені қазіргі таңда осы АПЛ-дың жаңа контракттарымен, жаңа траталарымен, даже осындай Астон Вилла сияқты клубтар өзіне Тилеманс сияқты футболшыларды сатып алып, оларды запасқа отырысып қоюға несі бар да, ресурсы бар. Сол үшін қазір Астон Вилланың құрамын қарасақ, кәдімгідей ол Ньюкаслдан еш кем емес. Әлем чемпионы қақпада тұрған Оли Уоткинстің өзіне тұрады. Сол ғой, Оли Уоткинс, Диаби бар. Өзіндік футболшылар, Диаби, Бейли деген футболшылар, олардың деңгейлері өте жоғары деп ойлаймын. Сосын қорғаныста жаңа Пау Торресті да алып Ла Лигадан сатып аласың. Барлығандай ғой. Ортан гол, бірақ качество жағынан жақсы ойыншылар да. Өте жақсы ойыншы. Өзінің де ресурстары емес. Жалпы Астон Вилланың өзінің де ресурстары болған, сол Тайрон Мингс, Джейкоб Рэмзи деген футболшылар, олар да Магин, сол үшін мен ойлаймын, негізі бұл жерде жақсы бір симбиоз болып қалды да. Құрамы мықты команда, оған жақсы бапкер алып келді, ол результат алып келді. Кезінде Джерардты Астон Виллаға келе салысымен осы плюс мотивация, жаңа позитивпен жақсы нәтижелер көрсете келеді, сосын болмай бастады. Оның кәдімгі жаңағы әлі бапкер ретінде сол мастерствосы жетпегенлік. Мен ойымша Унай Эмеридің сөйтіп жүргенінен ешқандай қорықпау керек негізі. Ол Спартакта тренеришка деп аталды мысалы үшін, болмаса жаңағы Арсеналда аса бір сәтті болған жоқ. Арсеналдан Гудебининг деп қостап тастады қойған. ПСЖ-да мысалы онша менің ойымша Унай Эмери өстіп жоқ жерден бар жасап жүрген. Севильяға барып мысалы жаңағы Еуропа лигасын неше рет ұтып алды? 3 рет жеңіп алды мысалы үшін. Қазірге Астон Вилланы шулатып отыр. Менің ойымша өмірдің өзі ғой, былай қарасаң. Өмір үнемі өзіңді дәлелдеумен кетеді. Мысалы Унай Эмери дәлелдеп жүрді мысалы. Оны түрлі ой осы ортан гол командаға барса ғана осы не қылады анау мынау дегеннің бәрі жалпы қателесіп жүр негізі. Ол Унай Эмери өзінің деңгейін танытып қойған бапкер ғой ол, мысалы үшін. Ол деңгейін танытпаса, оны Арсеналда сәтсіз болса да ПСЖ-ға шақырмас еді, мысалы үшін. Ол Севильяны мысалы бәрібір ол Еуропа лигасын 3 рет ұтып алды деген күннің өзінде Севилья Унай Эмеридің кезінде үздік төрттіктен төмендеген жоқ қой. Бұл да жақсы нәтиже ғой мысалы үшін. Сондықтан менің ойымша қайта Эмери өте мықты бапкер ретінде мойындауымыз керек бұны. Шынында да егер Астон Вилланы жаңа Джерард сияқты шынында да бір маусымда еңсе көтеріп қайтадан төмендетіп жіберсе, онда оның бұл деңгей төмендеуге болатын еді. Жоқ, ол жаңа 14-ші орыннан Астон Вилланы өткен маусымда көтеріп алды, қазір 3-ке көтерді ғой мысалы үшін. Біз Эдди Хау мысалы Борнмутта жүргенде оның соншалықты потенциалы барын білгенбіз жоқ. Қазір Ньюкаслда мысалы қандай мысалы топ ойыншыларды алмаса да қандай жақсы деңгей. Сондықтан менің ойымша осы Эдди Хау, Унай Эмери, қазіргі тіпті Эвертонды 40-тан алып келе жатқан Шон Дайч сияқтылар, соларға риза болуымыз керек қайта. Солар Грэм Поттер мысалы кезінде Брайтонды қойды, мысалы қазіргі Роберто де Зерби мысалы. Сондықтан менің ойымша қайта соларға қол соғуымыз керек та. Тек қана топ бапкерлер емес, солардан шығып отыр ғой, жақсы ғой ол. Жоқ, мен Унай Эмериді негізі топ бапкерлердің арасына кіргіземін. Осы әлемнің топ 10 бапкердің ішінде Унай Эмери жүреді деп ойлаймын мен негізі. Клубтық футболда. Клубтық футболда. Бірақ енді жалпы сол стилистикалық тұрғыда ма, сол харизмасы жетпей қала ма, сондай нәрселерде бар ғой. Топ клубты басқару, ол жерде тек қана жаңа біз айтып отқандай бапкер ретіндегі тәжірибе емес, өзін преподносить ете білу керек, сосын сондай қысымдарға шыдау керек. Жаңағы сол Арсеналда Гудебининг деп жүргенде оған қатты прикол ұстап не істеп кеткендер, ондайларды Мауриньо болса, одан өзіне бір плюс жасап алады да. Мауриньо харизмасы сондай бар ғой. Өзінің жауларын бір андай досы қылатын ше. Клопты да алсақ, Гвардиоланы да алсақ, олар кішкене басқа
деңгейдегі сол именно коммуникация жағынан футболшылардың алдында өз-өзін былай қоюға сондай нелер. Ал таза футбол білетін, жаңа біліктілігі өзінің несін Унай Эмери кәдімгідей көрсетіп отыр бізге. Енді бұл жерде тағы АПЛ-ды аяқтауға жақындап қалған кезде бір енді басты сұрайтынымыз сол ғой, кім чемпиондыққа таласады дегенде ше. Қазір Арсенал жақсы өзін көрсетіп келе жатыр, және де ағылшында да мынандай бір қағида бар ғой, өздерінің бір ырымдары деп айтсақ та болады. Кім жаңағы Рождествоны бірінші орында аяқтайды, сол чемпион болып қалу сәт деген. Арсенал жалпы 4-ші рет солай аяқтап тұр екен. 2 рет 2-ші орын алған екен, 1 рет 3-ші орын алған екен. Рождествоны 1-ші орынмен аяқтаған кезде ше. Бұл жаңағы традиция Арсеналға жұмыс жасамай ма? Қатысы жоқ. Былтыр да солай болды ғой, мысалға келді, соңында бір 4 тұр ма 5 тұрма қалған кезде Ситиге беріп қойды. Арсенал қайтадан 1-ші орында келе жатыр. Кеше Ливерпуль екеуі ойынды қарап отқан кезде бүйтіп қарасам, Арсенал мен Ливерпуль 1-ші 2-ші орында тұрып, екеуі ойын ойнамағанда біраз болған екен. Иә, міндетті түрде Сити болатын еді ғой біреуі. Иә. Екеуі бір-бірімен ойнады, ойын енді тең аяқталды. Осы чемпиондықтың мәселесі. Манчестер Ситиде қазір көптеген мәселелер болып жатыр. Дағдарысқа ұшырады дағдарыс деп жатыр, бірақ менің ойымша кейде Родри ойнамаған кезде дұрыс нәтижелер болмайды. Халанд жарақат алып жатыр. Сол жағынан бір кішігірім болжам жасап кетсек, енді біз маусымның ортасына келдік. 19-ші тур ойналайын деп жатыр қазір. Ойындарын көрдік. Кім? Арсенал, Ливерпуль, Сити ма қайсысы? Менің ойымша Манчестер Сити бәрібір осы көктемде қайтадан күшейіп алады. Өйткені байқасаңыз соңғы 2 жылда осы желтоқсаннан бір сәтсіз өткізеді ғой, өзінің дәстүрі сондай да. Қайтамен Флуминенсені 4-0 есебімен ұтқанына былай таңғалдым негізі. Аса бір сондай қатты ресеппен ұтатындай ештеңе жоқ еді ғой деп. Ал енді осы Ливерпуль мен Арсеналдың тең ойнауы сол Ман Ситиге көп пайда болып тұрды. Былай қарасаңыз, екеуі біреуі ұзақ кетуіне мүмкіндік болатын еді. Бірақ негізі өзім ойым айтады, кім жаңағы енді Артетаға аса сене қоймаймын, бірақ Клоп тәжірибе жинады. Клоп мысалы үшін осыған дейін қанша егесіп келе жатыр Ман Ситимен, енді есе жібермеу керек сияқты. Жарайды, кімді Арсеналда бір спаттар болатын шығар, ойынны кергететін уақыттар көктемнің соңына қарай болатын шығар. Бірақ енді Клоп бір қате жібермеуге тиіс сияқты көрінеді. Құрамы да жақсы, мысалы жарақаттанған ойыншылар да аз, мысалы, иә. Және Салах қанша жыл ойнады, 151-ші голын соқты. Бұл дегеніңіз енді сұмдық нәтиже болды айтқан кезде. Енді Робби Фаулерді қуып жетсе тіпті керемет нәтиже болады. Және 200 голға жеткізе ме жеткізбей ме деп қазір тіпті ставкалада бастап қой айтқан кезде. Сондықтан менің ойымша осы негізі Артетадан гөрі мен Клопқа көбірек Ливерпульға қатты. Ал енді Астон Вилла, Ньюкаслдар олар енді кішкене және Тоттенхэмге де кішкене шимашиды. Постегоглу кішкене жақсы бастады. Челси құртты бәрін. Бірақ бәрібір бір Постегоглу әлі де бір айтатын әлі толық айтпаған сияқты көрінеді. Постегоглудың жаңағы осы командалардың ішіндегі конкуренцияға не үшін кіріспеуі, мен ойымша, ол жаңағы Тоттенхэм мен Астон Вилланың жалпы скамейкасы кішкене нашарлау. Соң кетіп қалса, Астон Вилланың жақсырақ сияқты ма? Даже Астон Вилланың жақсырақ сияқты. Тилеманстар, Буэндиялар отыр ғой. Буэндиялар отыр да, сол үшін негізі енді Астон Вилланы біз чемпиондыққа талас толықтай кіреді деп қазірдің өзінде айта алмаймыз. Ал сол сен айтқан үштіктен мен әлі Ситиге көбірек сенемін, өйткені енді алыстап қашып кеткен жоқ Арсенал, жақын. Сосын Сити осы жаңа жылдан кейін қазір әлем чемпионы болды, Флуминенсе ма, кім ұтып. Қазір олар бір демалып алады да, енді демалуда уақыт жоқ енді негізі боксингде анау-мынау. Бірақ жалпы осы соңғы бір 3-4 жылда Сити чемпиондыққа алып келетін осы отрезок қой, осы қыстан кейін. Олар қатарынан ойындарды ұта береді. Сосын көп андай не жасайтын, преимущество беретін нәрсе ол осы қысқы трансферлік кезең. Сол жерде кім қандай футболшыларды, например, Арсеналға бір шабуылшы керек деп ойлаймын мен негізі чемпиондыққа таласу үшін. Ливерпульға бір қорғанысқа біреу керек сияқты менің ойымша. Негізі сондай мәселелер бар. Ал Ситиге просто анау Грилиш сияқты футболшылар анау чемпиондар лигасын тойлауды тоқтатып, кішкене өз-өзіне келу керек та, просто жиналып қалу керек. Бұл жерде жаңа есейған Клоп дегенде енді Клоп ортасын толықтай ауыстырып алды ғой қазір. Және маған бір осы Ливерпульдің ортасынан қатты ұнап жүргені Доминик Собослай ойнап жүрді. Несімен десеңіздер, ол Лейпцигте ойнады, білетінбіз, шабуыл таза, созидание, момент жасап беру, сәт жасап беру, штрафнойдан өте жақсы, соққысы қойылған, бірақ Ливерпульдегі Собослайды мен
басқа қырынан көріп жатырмын да, прессингке барады, төменге түседі, кәдімгідей қысады, кәдімгі жүгіріп алаңда көп андай черная работа дейді, қара жұмысты кәдімгідей жасап жүр да. Мен қарайсың да, Доминик Собослай мен үшін ол тек қана жаңа Де Брюйн сияқты бір шабуылға ғана жасалған ойыншы, бірақ мына жерде клубтың сол системасына, жоғарғы прессинг системасына өте бір ол кіріп кете салды да. жоқ, басынан түсінікті болды. Мен кезінде пандемия кезде біз Казспортта жұмыс істеп жүргенде көрсететін контент қалмады да. Сол кезде австрийский Бундеслига как раз жүріп атты, ойнап атты, соны Казспортта бізге берді. Біз Зальцбургты күн сайын 3 күн сайын комментировать етіп жүрдік. Сол кезде Сабаслай көзге түсті, как раз Холландтың кетіп қалған кезеңі, и ол ашылды, сол жерде кәдімгідей көшбасшы болып жүрді. И дәл қазір осы Ливерпульде ойнаған 8-діктің позициясына ойнап, ол тек қорғанысты да, шабуылды да бір не істейтін, жайғастыратын сондай бір футболшы болды. Яғни сол Лейпцигте, Зальцбургте болды дейсің. Сондай болды. Мен Лейпцигте ойындайын жаңағы. Ал Лейпцигке келгенде оны былай Лаймерлер жапты дейсің ашча. Өте узко жасақ қойды, оны тек қана жаңағы вингер қылып қойды, шабуыл шебінде несте. Өйткені ол жерде өзінің футболшылар болатын, орталықта связка болатын. Сосын ал орталық шабуылшы жаңағы Нкунку болған, оған сол көмекшілер керек болды. Сабаслайға еш таңғалмаймын, жалпы осы маусымдағы үздік трансферлер бірі деп санаймын мен негізі. Соның өзінде қазір осы Арсеналмен болған ойында да байқалып қалды ғой, МакАлистер дисквалификация болды. Ливерпульдің үштігі сол Сабаслайдың қасында шыққандар Кертис Джонс пен Ватаро ойында енді көрінбеді. Оларды Хаверц, Эдегорлар, Деклан Райс тіпті жеп қойған. Сол үшін бұл да өте маңызды мәселе. Усиление Ливерпульға керек деп ойлаймын негізі, жалпы осы чемпиондыққа талас үшін. Бірақ қазіргі таңда тек қана сол статистикаға сүйеніп сөйтіп атсақ, әрине Ливерпуль мен Арсенал бір қадам фаворит Ситиге қарап. Түсінікті. Жаңағы Лейпцигте деп қалдық қой. Ағылшын премьер лигасын жауып, жайлап Бундеслигаға қарай өтейік. Бұл жақта енді бүкіл әлемді таңғалдырып жатқан, Германияда болмаған рекордты қойып жатқан бір команда бар. Байер Ливеркюзен деген дәрішілер ма, қалай, фармацевттер, үлкен компания бар, сөзі дәрі шығаратын Байер деген. Хаби Алонсо келді, 25 ойын, 22 жеңіс, 3 тең нәтиже. Бір қызығы 3 тең нәтиже өзінің тікелей қарсыластарымен ғой, Бавария, Штутгарт, Дортмунд сол үшеуімен тең нәтиже ойнаған. Тең нәтиже ойнаған, рекорд қойды. Қалай осы жерде? Осы Хаби Алонсоның ойыны туралы, жалпы стилі туралы. Негізі бұл жерде кішкене, менің ойымша, кішкене күту керек сияқты бәрібір. 10 жоқ дейсіз қой. 10 февраль күні өздерінің үйінде Бавариямен ойнайды екен. Мен сол ойынды шынымды айтсам қатты күтіп жүрмін. Жалпы Бундеслигада соңғы жылдары байқасаң, бір ойын ештеңе шешпейтін сияқты. Өйткені алдыңғы жылда сол Боруссия Дортмунд кәдімгідей не істеп келатып, соңында Майнцты болды чемпион сынды, соның өзінде бір андай не істеп тайып кеткен жерлері болды. Осы жылғы Байер негізі басында біз таңғалып жүрдік, бірақ қазірдің өзінде байқалып тұр, Байер чемпиондыққа дайын. Өйткені тек қана сол нәтиже берілген түрде емес, ойынның өзі мықты болып жүрді. Хаби Алонсо өте мықты құрам жинақтады. Бұл жерде ең маңызды позициялар ол екі қапталдағы латераллар, Джереми Фримпонг пен Алекс Гримальдо. Фримпонг тіпті осы Бундеслигадағы ең тез жүгіретін, самый скоростной вингер болып жүр. Екеуі Байер соққан 46 голдың 33-ін жасап берген сол екеуі болып тұр. Гримальдо осы Бундеслигаға оралғаннан Бенфикадан кейін негіз бір екінші тынысы ашылған сияқты. Менің ойымша қазір Бундеслиганың үздік футболшыларының несіне кіреді сол Гримальдо. Негіз енді бұл жерде Гримальдо бұл жерде бұған дейін де олар ойнады ғой. Бұған дейін де мысал үшін. Гримальдо осы маусымда Байерға келді. Жалпы деймін де, жалпы енді былай қарасаңыздар, Байерге келгенше солардың бір несі шыққан жоқ қой. Керемет атағы шыққан жоқ қой. Фримпонг мысалы бұрында болды мысалы, мықты командаларда ойнады деген сияқты. Бұл жерде сол жаңағы Алонсоның факторы бәрібір әсер етіп жатқан сияқты.
иә сол Алонсо енді дайындап соларды не істеп отыр ғой, осындай жүйе тауып жаңа екі латеральмен ойнайтын деген сияқты. Мысалы Леон Бейли Астон Виллаға кеткен кезде айтты ғой, мына Байер құлап қалады, осы ямайкалық ойыншы қалай бір жақсы не қылып еді ана деген сияқты. Әр маусым сайын сондай бір жұлдызын жіберіп отыр. Муса кетті, Бейли кетті, сондай. Қазір бірақ Флориан Виртс бар. Және сол жаңа трансфер демекші, бұл жерден айтып отыр ғой, жаңа Челсиде, Манчестерде біразын алып жатыр деп. Гранит Жаканы Арсеналда жақсы ойнап жүрген Гранит Жаканы шақырып алады. Енді айтады, әйел жаңағы кетейік деді, бірден кетейді, бірақ Гранит Жака келеді, одан қалса ана Юнион Сен-Жилуадан жаңағы Бонифейсті алып келеді. Екеуі керемет. Былай қарапсаң, анау ортасын ұстап тұр, анау алдын Бонифейс Виртстардың жіберген голдарын бәрін. Сосын көп ақша құртқан жоқ қой. Гримальдоны тіпті свободный агент болып алды. Сосын жаңа Бонифейске көп болса бір 21 нәрсе, 23 па 25 па сондай берді. Мына 20 миллион төлеп тұр. Жаканы 15 миллионға сатып алып отыр. Енді негізі Байердің қаласы, Ливерпульдің қаласы Германияда былай адам баратын қала емес деп саналады. Кішкентай қала, және Парма сияқты да Италияда. Бірақ былай қарасаңыздар, жаңағыдай бір ғана фармацевтикалық компания арқылы қандай үлкен әлемге таралды. Ал енді Байер соның кәдімгі бренді болып кетті. Мысалы үшін кезінде осы Байерде бір атақты шабуылшы болды ғой, кім еді? Ұлттық құрама ойыншы Кислинг. Жоқ, Кислинг емес. Бір мықты шабуылшы болды осы бір 90 жылдардың басында. Кислинг деген Байерде. Сол шабуылшылар мысалы былай қарасаң Байерде жүріп сөніп кетті деп мысалы. Әйтпесе үлкен командада ойнауға мүмкіндік болды мысалы соларда ше. Өздеріңіз білесіздер 2002 жыл ма еді, 2001 жыл ма еді, ана неде финалда ойнап Зинедин Зиданның Сол кезде де Байер осылып бір жарқырап көрінген да, бірақ ол кезде де чемпиондыққа жете алмай именно финалдарды ұтылып сөйтіп ғой. Соны көрдіңіз ба? Енді қазірде тура сондай жағдай болып кетпесін деп ойлайсың да, мысалы сүйсінесің, жақсы келе жатыр ғой дейсің, бірақ Аламанның сол 34 ойын ойнайды ғой Бундеслигада, соған шыдаса деп ойлайсың да, мысалы. Бір жағынан Байер ұтып кетсе Харри Кейнге обал болып қалады да, соған мен кішкене былай. Жалпы мен андай ұнатамын да. Чемпионатты бір команда ұта берсе бір көркі кетеді ғой. Мен тек жек көріп кетемін. Маркетинг жағынан да біреу ұта береді, бір көргің де келмейді. Сол сияқты Бавария жетеді ғой. Ұтып келе жатыр ғой. Бавария Чемпиондар Лигасын ұтсын дейсің ғой. Кейін келесі жыл ұтсын. Бірақ рекорд өзінің тарихында ұтпаған екен. Ешқашан чемпион болмаған, бір-ақ рет екінші орнаған ба, сондай бар. Болса мен білмеймін, биыл Байерге қатты бүйрегім бара. Байердің құрамы, бастап құрамын алсақ, орталық алаңдағы связка жаңағы Лавеси деп айта беремін, соны Есекел Паласиос. Есекел Паласиос онда кезінде Ривер Плейттен сатып алғанда ең талантты аргентиналық жаңағы орталық жартылай қорғаушылар деп шақырған. Қазір толықтай 100% ашылып отыр да, осы Хаби Алонсоның системасында. Сосын қасына Гранит Жака бар, ол да уже кәдімгідей тәжірибелі футболшы, ол да Бундеслиганың футболын қыр-сырын біледі. Йонас Хоффман бар. Хоффманды алып алды, ол да заменадан шығып тұрса да кәдімгідей бір несін береді, качество береді. Патрик Шикті көрдік қазір. Хет-трик жасап кәдімгідей, то есть ол Шик болмай тұра, жарақат алып жүрген кезде Бонифейс ашылып кетті кәдімгідей. Бұл жерде бәрі сол Байердің бір жолы болғандай. Бұл жерде андай сияқты да, машина бар ғой. Деталін ауыстырмаса бір бөлшегі бұзылып, оның орнына жаңасын салсаң, ол жүріп кете береді ғой. Байер сондай болып тұрған сияқты да, ойыншыларға бір мысалға Виртске, Бонифейске, Шикқа бір тәуелді емес сияқты. Бір есептен кішкене осыны қорқамын да, мен Бундеслига, осы бірінші лига Франциядағы бір күмәнсіз көшбасшы бар. Бавария деген, ПСЖ деген, ары қарай Монпелье, Ницца қосылып тұрады, сосын арасында Лиль шығып кетеді деген сияқты. Бундеслигадан мысалы жаңағы Байер арасында осылай, сосын Боруссияның кішкене таласатыны бар деген сияқты. Міне Штутгарт былтыр аутсайдер болып жүреді, биыл әйтеуір көшбасшылардың қатарында тұрақты емес та. Ал Бавария несімен тұрақтылықпен өтеді да бәле. Біз Байерге таңдай қағып отырмыз, ертең Хаби Алонсо бір жаққа кетіп қалсын, команда шашылып түсуі мүмкін ғой.
Сондықтан бұл жерде тұрақтылық керек та. Мысалы біз Лестер 2016 жылы чемпион атанды, ой бәрекелді дедік. Одан ары чемпиондар лигасының ширек финалына шықты, ой бәрекелді дедік. Қазір Лестеріңіз қайда? Енді Бундеслигада все-таки андай конкуренция өте жоғарыда. Бұл жерде осы анда-санда осындай командалар атып тұрады. Баяғы Вольсбург сияқты ғой. Иә, Вольсбург. 98 жылы Кайзерслаутерн сияқты. Иә, Кайзерслаутерн дегендер. Әйтеуір бұл жерде тұрақты бір фаворит ол жаңағы Бавария. Соңғы 10 жылда Боруссия соған бәсекелес көрсетеді. Болғысы келеді, бірақ не істемейді. Ал ар жағы ауысып тұрады. Айнтрахт кей сезондарда өзін көрсетеді. Лейпциг кіріп шығады дегендей сол сияқты. Негізі Байер ұтса жалпы неміс футболы үшін де ол қызық. Енді осы әңгімені әрі қарай жалғастырып, бірақ енді келесі чемпионатқа өтсек, тағы да бір осындай бір чемпионатта керемет бір команда, вау деген команда дейсің. Вау деп сенсация жасап жатыр. Ол жақта біздің енді осы ТМД елдерінен шыққан деп айтайықшы, екі жігіт кәдімгідей жасындай жарқылдап жүр. Артем Довбик пен Виктор Цыганков деген. Бұл жерде енді Жирона футбол клубы. Соған қатты таң қалдым. Жирона қалай, мен айтам да, жаңағы соққы және голға басқа жаққа барған кезде бұл Жирона ертең қыстан кейін немесе қыста болды деймін да мен. Төмен қарай кетеді деймін, бірақ қарайым кетпейді аналар ше. Ойыннан ойын өтіп келе жатыр. Жиронаның бұл жерде сол Байермен параллель өткізгенің дұрыс, өйткені бұл да бапкерлік проекті, сол Митчелдің қазіргі осы жаңа бапкерлердің арасындағы сол дем берген, осы футболға жаңа үлес алып келген бапкерлердің бірі. Сосын екінші мәселе, Жиронаға Сити футбол групп кіріп, инвестиция жасап 20% алғаннан кейін, Жирона Сити футбол группының командасы 20% акциямен владеть етеді. Солар жаңағы финанс ретінде бір тұрақтылық алып келгенді. Мен оқыдым, егерде Жирона чемпиондар лигасына өтсе ойналмайды. Бір-бірімен ойналмау. Бірақ ол жерде неше түрлі обходной. Бірақ оны алып тастайды дегендей қылып жатыр. Обходной путтар бар. Ол бізге сол финанс түрінде сондай бір тұрақтылық алып келді. Бапкері бар. Және жаңағы селекциясы мықты болды да. Например, ешкімге керек емес болып қалған Дейли Блиндті алады да, осы системаға өте идеально вписаться етеді. Ол да тәжірибелі футболшы, кәдімгідей сол ойынды управлять ете алатын футболшы ретінде не істеді. Сосын қазіргі таңдағы осы модный тенденцияға сай 3 қорғаушымен, оның ішіндегі 2 қорғаушысы жаңа пасующий, бірінші пасты бере алатын, сондай жаңа Блинді да бар. Сосын өте физикалық тұрғыда мықты вингерлер, біз жаңағы кімді Довбикті да айтып отырсын, Цыганковты айтып отырсын, олар именно физически өте мықты, және бір-бірімен несі жақсы қарым-қатынас, пас алмасу мықты. Сосын жаңа Савио дегендер де кәдімгідей ашылып отыр да бұл. Пауло Кассани деген қақпашыны айтамын. Мысалы кімнің Уго Льористің тасасында қаншама уақыт отырып келді ғой таза. Бір-екі рет ойынмен жүргізгенім бар, сол әйтеуір бір ғайыптан тайып Уго Льорис жарақат алған кезде маған сол кезде қатты ұнаған негізі. Газанига ма? Қазір жалпы Аргентинаның несі құрамалар мектебі өте мықты ғой негізі. Қақпашылар мектебі өте мықты ғой, былай қарасаңыз. Сосын мына Кристиан Стуани деген шабуылшы мысалы үшін. Ол енді 37 жаста қалай ойнап жүр мысалы үшін, мысалы үшін. Сосын жаңа айтып өткен Дейли Блинд мысалы. Осыған дейін былай қарасаңыз топ командаларда ойнап барып, енді бір қарапайым командаға барған сияқты ғой. Жоқ, қарасам Барселона мен Реалдың ортасында жүр мысалы үшін. Қандай жақсы. Сондықтан негізі футболда осындай ертегілер болып тұруға тиіс негізі. Онсыз болмайды. Сонысымен қызық қой. Осы мысалы Наполи 89 жылдан бері чемпион атанғанда біз қаншама сүйсіндік мысалы, Енді міне Жирона ақырындап келе жатыр. Валенсия бір кездері жақсы ойнаған сияқты еді, қазір құлдырап кетті өкінішке қарай деген сияқты. Сондықтан менің ойымша футбол осынысымен футбол ғой. Егер тек Барселона мен Реал егесе беретін болса, мына жақта ПСЖ, мына жақта Бавария, мына жақта топ 5 команда Англияда, Италияда топ 4 команда егесе беретін болса, түк қызығы қалмас еді деп ойлаймын. Менің ойымша осындай нәрселер бір свежая кровь дейді ғой, бір керек негізі осы. Бұл жерде сол совпадение всех факторов дейді ғой, сол финанс жағынан тұрақтылық, бапкер келді, сосын алаңдағы жаңағы тәжірибелі футболшылар мен жас талантты футболшылардың өте мықты симбиозы болды да, сол Челсиға жетпей жатқан. Савио сияқты 19 жасар бала келді, өзін жарқына не істеп отыр. Сол Цыганков, кім Довбиктер де ашылды. Европалық футболға олар кішігірім Бельгияда адаптация өтіп, қазір Жиронада не істеп жарып жүр. Жиронаға жалпы жанкүйерлік ету осы маусымда өте күшті.
симпатичный клуб қой. Симпатичный, ол өздері де ойнайды да, қарсыласына ойнау білдіреді. Егер де сен бір 2 сағат бос уақытың болып қалса, сол уақытта жөрена ойнап жатса, сен телевизорда қосып бір ерінбей көретін ойында, андай бір кәдімгі қызық футбол көріп қайтасың да. Командаға жанкүйер болып, нервничать отпай, өзің командаң дұрыс емес ойнамай жатса. Жай ғана көріп, ләззат алатындай шынымен ойын көрсетіп жатыр. Енді керемет, бірақ енді алдағы уақытта білмеймін, ар жақта 2 кит тұр ғой, Алпауыт, ар жақта одан қалса Диего Симеоне деген бар. Көреміз енді не болса да екінші. Жоқ, енді чемпиондыққа таласады деп айту бұл жерде қиын. 2016 жылғы кім сияқты болу керек қой? Лестер ма? Лестердің бапкері кім еді? Раньери. Қырық жинаймын деген ба? Бізге тек премьер-лигада қалсақ бұл жинақ қойды, 45 ұпайын жинақ қойды. Тура сондай бір голды айтты ғой, Митчелл тоже сұхбат алып. Сөйтіп жүріп, арық айтып семіз шығу керек қой негізі. Керемет, көрейік. Жаңа Есаяқ айтпақшы, футболдың қызығы осы да ғой, неше түрлі осындай бір жаңа свежий кровь дегендей. Әрі қарай жалғастырайық, келесі чемпионатымыз енді серия А. Бұл жақта енді сол былтырдан бері өз гегемония болып келе жатқан Интер қарсыластарынан бір бас жоғары, бірақ маған бұл жерде таңғалып тұрған Ювентус. Өзінің ойыншыларымен, өзінің жаңағы жасөспірімдермен, воспитанниктермен екінші орында жүр. Былтырғы Наполи құрамы сол, ешкім кеткен жоқ, бірақ қалай? Лучано бұл сонда тағы да жаңағыдай бапкердің мықтылығы ма? Лучано Спалеттидің, сосын жаңа кім келді ғой? Руди Гарсия келді, сосын ол жұмысынан босатып жіберді, қазір Вальтер Мацари келді, кеше Жозе Мауриньоға 2-0 ұтылып қалды дегендей. Сол сияқты жалпы осы кішігірім бір командаларға тоқтала кетсек, сосын ары қарай 2 чемпионат айтып, сосын бір тақырыбымыз бар тағы. Енді Интер қазіргі таңда кәдімгідей доминант көрініп отыр, как будто еш қиналмастан ұтып кететіндей. Бірақ Ювентусте сен айтқандай, олардың да неше түрлі проблемалар болды соңғы жылдары, сол Алегриде қиналып, ол кете ма, кетпей ма, сондай нелер. Қазір бір тұрақтылық пайда болған сияқты. Сол Погба сияқтылар әйтеуір допинг, әйтеуір сондай керек еместер кетті. Бір костяк сформировался, Алегри жалпы ол чемпиондыққа жеткізе алатын бапкер ғой, ол да тәжірибесі мол бапкер. Қазір сол ойыншылармен кәдімгідей бір өзіне мақсат қойып, сол мақсатқа жетеміз деген бір неге келген сияқты, бір андай паритет дейміз ба, қалай бір компромиссқа келген сияқты. Сол Влаховичтер қазір ойламайды, АПЛ-ға кетіп қалайын ба, не істеймін, анау деп. Оларға мақсат қойылды. Осы бастап құрамда шығатын футболшыларда белгілі болды, баяғыдай хаос емес та, біресе бір күні анау шығады, бір күні мынау шығады деген сол жағынан кішкене Ювентус мүмкін конкуренция жасай алатын шығар Интерге. Ал Наполиге келсек, бұл жерде сен айтқандай сол Спалеттиның кеткені кәдімгідей бұл Наполиның чемпиондыққа жеткенінің 50% несі секрет ма? Секретін сол Спалеттиде деп ойлаймын. Өйткені біз алдында енді Кварацхелия деңгейі Рубинде ойнап жүрген футболшы ғой, давайте по факту айтайық. Соны кәдімгідей ашып, оны ашып, Слуцкий де өзі айтып жүрді ғой, Кварацхелияға бір андай ұрсып мотивация қылмау, оған кішкене мақтап, сен мықтысың, мынаусың, сен жалпы андай талантты футболшы да, бірақ оған сондай бір дем беріп тұру керек, уверенностьпен накачивать етіп тұру керек. Спалетти сонымен өте мықты справляться етіп жүрген сияқты. Ал бұл жерде жаңағы Гарсия келіп, нәтиже көрсете алмай кетіп қалып, сосын Мацари келіп, сондай не болып жатқан кезде, тұрақтылық жоқ кезде, әрине нәтижеге де ол қатты әсер береді. Соңғы ойында қарасаңыз, мысалы Наполи мен Романың ойында болмайтын жерден қызыл алды ғой, мысалы Виктор Осимхен де, оған дейін тағы бір ойыншы мысалы қарасаң. Демек команданың ішкі атмосферасы онша жақсы емес екені көрініп тұр ғой. Атмосфераны оны айтатын болсақ та, Осимхеннің де ана бір өзінің Наполи футбол клубының твиттері күліп тастады ғой. Сол жерден басталды. Сол жерде Осимхеннің ренжіп, ана командаластармен амандаспай. Енді түсінсем екен да, бір қандай да бір жанкүйер жасаса, Наполиге жанкүйерлік ететін түсінесің. Сенің официальный клубтың твиттері ондай жасаған кезде енді ана ұят әңгіме ғой негізі. Бұл енді команданың бір жарқыты қап, артынан бетіп желі шығып кетуі де жаман да негізі. Иә? Әйтпесе Наполи деген дәстүрі бар команда ғой. Наполи төрттікке енеді деп ойлаймын мен, өйткені әлі маусымның жартысы бар. Болония қайтады дейсің ғой. Иә, сол Болония, мүмкін даже Миланды түсіріп тастай ма, сондай ойлар бар менде. Өйткені не десек те сол шабуыл шебіндегі үштік тұрақты түрде ойнап, бір травма, дисквалификация болмаса, сол Политано, Кварацхелия, Осимхен деген алдыңғы маусымдағы енді үздік футболшылар болды ғой, кәдімгідей на порядок.
олар да бір өз-өзіне келетін сияқты, әйтеуір сосын Мацари енді кірісті ғой. Сосын енді Ромаға ұтылып қалу мен үшін ол прям андай не емес та. Ол Мауриньо. үйдегі ойындарды бермейді ғой. Минуттан кейін жіберді ғой былай. Үйдегі ойындарды бермейді ғой Мауриньо. Менің ойымша сол енді жалпы енді Италияда сол Интер мықты болады. Интер қазір бір бас жоғары болып тұр. Инзагилердің біреуі нашар болғанмен екіншісі мықты болып тұр. Салернитана соңғы орында, Интер бірінші орында деген сияқты. Сондықтан менің ойымша бұл мен таңғаламын да осы кім Ян Зоммер деген барды да мысалы былтыр Бавария осындай бір жақсы қақпашылар көзге түспей жүреді да әйтеуір бір несін табады да бір өзінің бір командасын табады да орнын табады. Сондықтан Зоммер үшін қатты қуаныштымын да мен ойлаймын Нойер келеді ертең осы Зоммер қайтадан қалады ғой деймін. Жоқ, барды да мына жақта жақсы ойнап жүр мысалы. Сондықтан менің ойымша сосын Интерде қуанып қалған сияқты ананы жібере салғанына ақшады алды жақсы оның орнында Зоммер келеді. Жалпы Италия футбол клубы үшін ондай сатылымдар қазір өте жақсы ғой, себебі экономикалық жағынан қайбір клубтың жағдайы мәз емес. Енді бірақ Италияның 3 командасының Чемпиондар лигасында 2-ші орын алып келесі кезеңге шығуда және Италияның 7 командасының Еурокубокта әлі өнер көрсетеді. Жалпы бұл да бір деңгей ғой. Оны да мойындауымыз керек шындығында. Қазіргі таңда анау келесі жылы реформа болады деп жатыр ғой. Чемпиондар лигасы өзгереді дегендей. Қазіргі таңда коэффициенттермен қарасақ, Италия сол тағы 2 квота алып тұр ғой. Англия емес, Испания емес, осы Италия тағы 2 квота алып тұр, сол жаңа жинаған ұпайлардың арқасында. Түсінікті. Франция чемпионатына тоқталайын десек, ол жақта енді білмеймін, сол баяғы ПСЖ ақшасының арқасында Лионды айтуға болады. Лион құлдырап жатыр, 18-ші орыннан қазір көтеріліп келе жатыр. Не болып кетті? Гроссо келді, оны жұмысынан босатты, оның көзін көгертіп жіберді. Көптеген сондай ауысымдар болып жатыр, Енді оған қатты тоқталғаннан бұрын, мынау енді сіздер жүргізіп жүрген Эредивизия қалай болып жатыр? Сол туралы бір кішігірім айта кетсеңіздер өздеріңіз. Бұл жерде PSV деген бір ғана команда бар. Бәрін қидайсып кіріп келе жатыр. Соңғы турда мен аз алқымар кішкене кедергі жасап, соны бір аяғынан шалама дедім. Жоқ, 4-0-мен сырталаңды ұтып кеткеннен кейін кәдімгідей ренжіп қалдым негізі ғой. Сол алдында сол Фейнордпен де үміт күттік та, Фейнорд кішкене не істейді, бір интрига жасайды қазір, өйткені действующий чемпионсалар болып отыр десек, ол артта кәдімгідей таптап кетті ғой. PSV мықты осы. Бір жақсысы осы Эредивизия жүргізіп отырсаң жақсы да соңғы орында жүрген команданың өзі шабуылдап ойнайды. Шабуылдап ойнайды. Қызық па ойындары? Өте қызық чемпионат. Ол Франциямен ол жағынан бір андай сәйкес келтіру қиын да. Таланттардың бесігі деп айтатын рас қой шынында да. Ол жерде шықпасына қоймайды ғой таланттардың. Менде осы Эредивизия туралы басты бір сұрақ бар. Павлидис. Вангелис Павлидис. Қаншалықты қорқытатын шабуылшы. Енді біз енді ұлттық құрамаға қарай алып келе жатырмыз, ол сияқты кездесеміз Грекиясымен. Осы құрамасы. Павлидисті мен шынында да тек қана бомбардир ретінде емес, былай әлгі айып алаңындағы столб ретінде көріп жүрмін да қазір. Кәдімгідей таптап, сосын ана денесімен жабуға пас беріп өте мықты екен негізі бар ғой. Оның ана неде мергендерді көш басында ана кіммен егесіп келе жатқаны Хименеспен егесіп келеді. Бекерден бекер емес. Мықты шабуылшы. Неге? Менің ойымша ол осы Эредивизияға енді көп тұрақтамайды осы. Осы қыста кетпесе де ол жазда кетеді. Өте мықты ойыншы екен. Хименесте қызығып жатыр деген көп ақпарат шығады оғанда. Сондықтан менің ойымша. Бірақ сол екеуін салыстырсақ, енді Хименес все-таки более андай функционалды жағынан өте андай разностороннийрақ деп ойлаймын. Сол Павлидис кішкене кішігірім не да, ол да бір одноплановый тараннылау кішкене. Жоқ, оның да несі скорості бар, техникасы бар, бірақ все-таки тактикалық жағынан кішкене анау гибкий бапкерлерге жаңа кім мексикалық футболшы не болатын сияқты. Ал Павлидис бізге қорқпай қоятын себеп қазіргі таңда ол Грекия құрамасында бірінші номер емес әлі. Пелкас па? Пелкас па или Бакасетес па? Негізгі. Негізгі басқа екі шабуылшы сол жерде. Сол Павлидисті жаңа қосалқы құрамынан шығарып жүреді. Мүмкін бізбен болған ойынға дейін Павлидис мойындататын шығар. Мүмкін сол Кристиан Вери сияқты көрінеді ме сол? Өте ұқсайды сол Павлидис сол жағынан. Олай болса енді осы қазір әлемді тағы да бір дүр сілкіндірген, бұрын бір сілкіндіріп, сосын тұңғиыққа батып қайтып оянып жатқан Флорентино Перес атамыздың деп айтайықшы, бір проектісі қайтадан тіріліп жатыр ғой, Суперлига деген. Осы туралы өздеріңіздің ойларыңызды айтсаңыздар, қаншалықты дұрыс проект, қаншалықты қазіргі футболға керек проект, және де бұл проект өзінің жалпы өмірі болады ма?
мен негізі қорқам, осы өмір сүріп кетеді ау деп. Негізі енді ол сот араласқан жерде бәрібір істеледі де, мысалы үшін. Бүгін мысалы Наполи мен Реал Барселона үшеуі ғана тұр ғой, негізгі ұстын болды. Енді Түркия Суперлигасынан үшеуі қолдап жатыр, анау мынау деген күннің өзінде, бірақ бәрібір ол балама ретінде құрылды ма, ары қарай өмір сүріп кететін сияқты. Ол мысалы үшін ол жерде ақша тұр біріншіден, ар жағынан міндетті түрде ақша тұр. Қазір Еуропаның мықты командаларының бюджеті бір мысалы Қырғызстан сияқты, болмаса Тәжікстан сияқты елдердің жарты бюджеті ғой, жылдық. Иә, мысалы қарасаңыз, ол ондай жерде ол командалардың тек қана Ла Лига аясымен немесе Чемпиондар лигасының аясымен шектеліп қалу қазір мүмкін емес те, мысалы үшін. Ол және бұл жерде басты ерекшелік неде? Ол Ақтөбеден Алматыға, Оралдан Алматыға 3,5 сағат ұшып келетін Қазақстан емес қой ол. Еуропада сіз Манчестерден мінсеңіз 3,5 сағатта сіз Миланға спокойно қонып қоясыз да. Сонда қаншама ел сіздің ортаңызда қалып қояды. Бұл осы тұрғыдан келгенде географиялық тұрғыдан келгенде Суперлига өте өміршең болады да. Ол жарайды, Брексит жасап Англия шығып кеткен шығар Еуроодақтан, бірақ бәрібір шекара деген нәрсе жоқ қой ол жерде. Мысалы өз басым мысалы Прагадан шығып Дрезденге бардым да, осы қай 2019 жылда ма екен. Бір мемлекеттен екінші мемлекетке өткен тек қана жазбалар болса болды. Ешкім сені тексермейді. Рахат та бұл. Мұндай тұрғыдан келгенде. Ол Суперлига осы тұрғыдан келгенде ол өте өміршең болуы мүмкін да. Ал Қазақстан мысалы 3-ші лигасына қосылады, ана мынау деп қазірше армандамай ақ та қой. Бұл тек андай коммерческий проект деп айту керек. Бұл жерде маған негізі Есе ағамен келсем, бір жағынан біз жанкүйерлер жалпы футболдың, еуропалық футболдың жанкүйерлері консерватор ғой бәріміз. Біз клубтар жаңағы осындай Еврокубоктарда өз орнын жаңағы футболмен дәлелдеп сөйтіп шыққан командаларды мойындаймыз. Жалпы футбол бірінші орында деп айтамыз да. Бірақ Суперлиганы кішкене қазіргі заманға сай, бір андай маркетинг жағынан әдемілетіп, неше түрлі лигалар бар ғой басқа спорт түрлерінде. UFC ол коммерческий лига, MLS коммерческий, NBA деген ең жарық, ең мықты лигалар қазір сол NBA мен анау MLB ма, қайсы анау бір крикет па? Сол сияқтылар бар ғой Америкада. Вот, олар соны бір пример қылып, сол мысал келтіріп, соған сай біз топ деңгейге шығамыз, жалпы әлемді жаулайтын бір лига жасаймыз деп соны Суперлига жасап отыр. Қазір перспективалары негізі азмаз, өйткені Ұлыбританияның парламенті қарсы дейді, жалпы сояқтың фанаттары да қарсы, футбол клубтары да қазір неше түрлі стейтменттер жасап, біз Суперлига кірмейміз, қолдамаймыз деп отыр. Бундеслигада тура сөйтіп задний берді. Бірақ прогресс сода ғой. Жалпы футбол бұл тек қана андай бәсекелес емес, шоу ғой. Шоу бірінші орынға шығу керек. Негізі түбі сол бір Суперлига бол. Ол осы Перестер жасайтын Суперлига бола ма, немесе УЕФА өзі әйтеуір бір сондай реформалар жасап, негізі қазір келесі маусымнан бастаған Чемпиондар лигасы ол да сол Суперлиганың бір түрі ғой. Сол үшін ондай реформалар жасап жатыр. Топ командалар, топтар бір-бірімен ойнай берсін, не деген. Маған Юрген Клопптың айтқаны өте ұнады. Негізі Суперлига болмайтынына біз қуанып отырық, бірақ олардың да жасаған пайдасы тиді. Қазір УЕФА кішкене футболшыларға да мән беретін болды, жанкүйерлерге де қарайтын болды бір көзбен деп. Ол бұндай бәсекелес турнирлер ашылып жатқан жаңа проекттер, ол біз потребительміз ғой енді. Біз үшін ол плюс болады да, өйткені конкуренцияда бір жақсы нәрселер, жақсы монополия емес па? Бірақ негізі Дидардың айтып отырған біз футболшыларды ойлауымыз керек қой бұл жерде. Бұл жерде мысалы өзінің ұлттық чемпионаттарында 38 ойын өткізді дейген, мысалы мықты ойыншы. Кубоктар бар. Сонда 45-50 матч деші. Ал сонда Суперлиганың тағы 32 ойыны қосты соған. Жоқ, олар алады да чемпионат пен Суперлига ойнайтындар, чемпионат пен Суперлига ойнайды да, Еврокубоктарда екінші деңгейлі командалар ойнап кетеді ғой. Чемпиондар лигасы болмай ма сонда? Біз қазір баскетболда нақты пример бар. Кезінде сол FIBA-ның астына кірмеген топ клубтар бар. Барселона, Реал, ЦСКА, Фенербахчелер бөлініп Евролига ашқанда, Евролиганы өздеріне сол Евролига, Еврокубок деген бар. Ол бөлек, улеп деген өзінің жаңағы объединениесімен бөлекті. Қазір олар FIBA-ның астына да кірді, әйтеуір бір несін істеді. Ал FIBA болса
жаңағы екінші деңгейлі командалар сол Испаниядан Барселона мен Реал ойнамайды, бірақ Канарис Гран деген Канария, сондай мен командалар. тұрған Тренто деген баскетбольный не бар, команда бар, сол Гран Канарияға ойнағанмен көрдім. Сол Гран Канария деген бар, Францияда Страсбург деген командалар, Париж, Түрк Телеком деген бар. Түрк Телеком деген бар, Башак Шехирдің өзінің клубы да, сол баскетбольная лига чемпионов деген бар, БЦЛ. Олар сояқта өздері ойнай береді, кішке бөлініп алған. Бәрі білет, Евролига, нормальный баскетбол көргің келсе, енді Евролиганы көресің, ал қалғандары да бір не қалмасын деп, олар сол чемпиондар лигасы. Мынандай сұрақ енді, жалпы айтып жатыр ғой, біз бұл трансляциясын тегін сатамыз, ешқандай болмайды дегенде ше, негізгі ақша ол негіз трансляциядан келеді. АПЛ неге сондай мықты чемпионат, себебі оның трансляциялары миллиардтаған фунттарға сатылады. Бұл маркетинговый ход қой. Қазір Суперлиганың басты несі жанкүйерлерді бет бұру, жанкүйерлерді өзіне қаратып алу. Сол үшін сондай бір популистік тезистерді айту керек. Байресші, біз бәрін бесплатно жасаймыз. Ой, біздікі чемпиондар лигасынан 10 есе мықты болады, біз битеміз, сөйтеміз деп сондай. Оның да ойластырып жатқан нәрсесінің ішінде бір әділ нәрселер бар. Олар айтып отыр, қазіргі таңда футболға жаңағы интерес азайып жатыр. Жас балалар футболды 90 минут қарап отырамайды. Көбінесе қазір футболды тиктоктан көретін болды бәрі, 30 секундтық роликтан, обзордан көре салады да, ешкім 90 минут көрмейді. Ол тағы осындай бір 10 жыл, осы қазір жас болып жүрген поколениялар 10 жылдан кейін олар стадионға тіпті келмей қояды. Если оларға басқа бір андай опция бермей, бір футболдың айналасында бір шоу жасамасақ, мүмкін қазіргі жаңа поколениялар футболға баяғыдай қызықпай, футбол әлемнің номер 1 спортынан екінші деңгейлі спорттарға не істеп кетеді деген сондай қорқыныстар. Ол туралы да ойлану керек негізі. Жоқ, ол расау, бірақ қазіргі таңда білмеймін енді. Негізі күту керек, өзінің қалтасын ойлап жатқан сияқты. Бұл жерде жас қазіргі бүгін сөйтеді екен деп тіпті қорқудың да қажеті жоқ. Мысалы, қазір біз Германияның Бундеслигасын баскетбол жүргізіп жүрміз ғой. Мысалы, Миттельдойчер деген сияқты, Бон сияқты команда жанкүйер деген толып отырады. Толып отырады, бірақ ол жерде байқайсыз ба, сол бір жалпы ортақ алған кезде өте үлкен кісілерде ол жерде кемпірлер бүйтіп не істеп. Бұл жерде мынандай нәрсе ғой, бұл футбол ең алдымен эмоцияны шығаратын ойын ғой. Сен барасында өзіңнің командаң боқтық боласың, алаңда жүрген. Жоқ, Есияға 90-шы жылдары, жалпы 20-шы ғасырда футболға бәсекелес болатын шоулар аз етінде, эмоция беретін. Қазір компьютерлік ойындар бар, киберспорт деген қосылды, ММА бар, неше түрлі шоулар бар. Ол кәдімгі тікелей конкуренттер болып жүр ғой, за внимание конкурент. Қазір уақытта таппаймыз ғой, кей кезде соткадан тикток көріп отырып, басқа бір футболды көріп отырып, тикток көріп кетеміз, бүйтіп кетеміз. Ол да отвлекающий маневр. Оны қазір сондай мәселемен күресіп жатқан НХЛ ең бірінші түсті. Қазір НХЛ-де баяғыдай жанкүйерлік ететін жас толқын келген жоқ оларға. Олар да сол мүмкін біз хоккейдің бір правилаларын өзгертеміз ба, ішіне не енгіземіз, мүмкін бір сол неде ледовый шоу жасаймыз ба деп олар да қазір ойланып жүр. Негізі Америкадағы болған тенденциялар жалпы әлемге тарайтын тенденция, өйткені олар кішкене бізге қарағанда бір 10 жылға алда келе жатыр осындай прогресс. Бірақ ана жағында ұмытпаған дұрыс сияқты, мысалға қарасақ, ағылшын футбол болсын, жалпы Еуропа футболында Сандерленд деген командаларында жанкүйерлер бар. Олар қарасаң, ол сен туылған районың бар ғой, сол жердің сен туыласың, сол жерге барып жанкүйерлік боласың. Ол яғни сен айтыласың, менің атам осы командаға жанкүйер болған, менің әкем жанкүйер, мен жанкүйерім, мен ертең баламды стадионға алып барам, сосын мен балам да осы Сандерлендке жанкүйер болады деген де дүние бар ғой. Ал бұл жерде дәстүр бар. Бұл жерде Реал мен Барселонаның енді білмеймін, жанкүйерлер мүмкін ренжіп қалатын шығар, мен көбінесе осы екі клубқа көп айтатын бар, бірақ бұл факт. Мен сол екі қалада да, Мадридте де, Барселонада болған кезде сұрағам, стадионның негізі көп бөлігі ол туристтер дейді. Ол туристтер. Неге? Сосын мысалға қазір көп адамдарда ағылшын стадиондарына көптеген шағымдар түсіп жатыр, бұрынғыдай дұрыс ән айтпайды. Неге? Олар да туристтер. Өйткені ол мәселе неде?
Өйткені қазіргі таңда сен стадионға өту үшін билетке бір ағылшын премьер лигасында сол Манчестер болсын, Арсенал болсын, ең арзан билеттері 60 фунт, 70 фунт. Ол жергілікті болельшілер тіпті сол бір жылға абонементті көтере алмайды да. Сол оған төлегісі келмейді олар. Кезінде олар бір сол 20 фунт төлеп үйреніп қалған баруға. Олар қазір жаңағы бағасын көтеріп қойған, өйткені туристер келеді, бәрібір аншлаг болады. Сол ғой мәселе. Сол үшін Суперлига бір жағынан оның да плюсовой эффекті бар. Олар тек қана сол жергілікті командаларға привязан емес, сол топ клубтар жиналып өздері Суперлига жасаса, ол как глобализация болып кетеді да, ол уже басқа уровень деп ойлаймын да. Ал жаңа Сандерлендтерге сол 15 фунт төлеп жергіліктілер бара береді деген сияқты. Бұл жерде андай ғой, тиынның екі жағы бар дегенде Фло айтып жатыр да, енді ойбай жаңағы АПЛ футболды өлтіріп жатыр, УЕФА өлтіріп жатыр дейді. Бірақ бұл жерде қарапсаң, әркім өз қалтасын ойлаған ғой бұл жерде. Неге мысалға Суперлига дейді, бүкіл топтарды жинағысы келеді? Неге сол Сандерленд сияқтыларында жағдайын ойламайды? Не үшін именно Флорентино Перес сондайды бастап отыр? Өйткені жағдай нашар болып қалды ғой қазір. Реал Мадридтің жағдайы нашар емес. Өйткені Реалдың Барселонасының екеуінің бәсекелесі сатылмай қалды қазір, Криштиану мен Месси кеткеннен. Қазір по факту Суперлига ол АПЛ. Өйткені Тебас жылап жатыр ғой қазір. Олар Ла Лига соңғы жылдары неше түрлі өзгерістер жасады, графикасы да тіпті мықтанып, повторларын кино қылып, бүйтіп көрсетеді. Netflix-қа сериал түсіріп жатыр, бүйтіп жатыр, әйтеуір тырысып жүрді инновация жасап, бірақ бәрібір АПЛ-ға бәрі. Өйткені оларда даже Борнмут, Брентфорд деген клубтар алады да, сенен Астон Вилланы алсақ, сол Вильяреалды Пауторыс па, ала салайын, анау ма, ала салайын деп. Сол үшін бұл жерде андай ғой, Барселонаның Камп Ноуды жауып жөндеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін, алаңында шөпті сатқаннан кейін не сұрайсың деген не ғой. Өйткені олар сол ағылшын клубтарынан тағы осындай тағы 10 жылдық өтсе, олар қалып қалады уже. Сол үшін олар Суперлиганы мен Барселонаның жанкүйер достарым бар да, соларға айтамын да, тағы да бір ақпарат шықты, ковидтен кейін егер де сен той жасағың келсе, Камп Ноуға 15 000 евро берсең, Камп Ноуда той өткізуге болады. Айтамын да, тойларың жасап берейін ба Камп Ноуға деген. 90 000 қазақты шақырып басайық. Енді бұл жерде қарап тұрсаң андай да, ақша болмай жатыр, ковидтен кейін көп финансовық тұрғыда қиындықтар болып жатыр, бүкіл амалын жасап жатыр да. Яғни құр футболка сатқан, құр жанкүйерлерге билет сатқан, ол аз болып жатыр. Себебі мына АПЛ деген енді арыстан, в прямом переносном смысле де, енді эмблемасын арыстан ғой. Барлығын ал Ла Лигада буква 4 дейсің ғой. Жайпап бара жатқаннан кейін енді бір амал тапқысы келіп жатыр ғой. Не болса да көрейік, бірақ енді мен өзім білмеймін, чемпиондар лигасы ол чемпиондар лигасы болып қалатын сияқты. Суперлига білмеймін, біздің өскелең ұрпақтарға немесе біздің бір балаларымызға бір не болмаса. Осы келесі жылғы жаңа форматын бір көрсек па деп отырмын да, содан кейін уақыт көрсетер. Осымен әңгімеміз аяқталып қалды, өзінің соңына жетіп қалды. Достар, бүгінгі біздің қонақта болған Спорт Плюс телеарнасының комментаторлары Есей Жеңісұлы ағамыз және де Дидар Есемов сіздермен бірге болған. Париматч Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы. Жаңа жылда жақсы өткізіңіздер. Бір кішігірім тілек айтып жіберсеңіздер жаңа жылға айтпақшыдан. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын, барыс жылы бір табыс жылы болсын. Заманымыз тыныш болсын. Біз де балалар да қолымызға қару ұстамайық. Бір бейбіт заманда футболымызды көріп жүре берейікші. Әумин дей салайын мен. Мен де қосыламын, Есей ағаның сөзімен. Тек қана жақсылық болсын. Келесі жылда кездескенше сау болыңыздар.